Саламатсыз ба? Сәлеметсің бе? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отырыңдар. Үй тапсырмасын қайталап отырыңдар. Қазір сұраймын. Ал балалар, қане, қайталап алдыңдар ма? Кім дайын? Інжу айта ғой. Қазір Інжу отыра тұр. Алло? Ия. Жақсы Майра Слемханна, қазір келем. Балалар, мені тез арада жиналысқа шақырып жатыр. Мен барып келгенше сендер қайталап отыра тұрыңдар, иә? Тып-тыныш. Манас, бірінші сенен сұрайым, қайтала. Апай кетті! Ура! Балалар, тыныш! Апайдың кеткеніне 1 минутта болған жоқ қой. Неге шылап жатсыңдар? Өй, Жасмин, апайдан құтылғанда сен шықтың ба? Енді сенен қалай құтыламыз? Достар, атаң десем аттыңдар. Оққа çok кетті. Ой, пырмай, Диас, сыныпта соңғы гүлдердің жауын айналдың ғой? Ешнәрсе етпейді, әжем айтпақшы, жамандықтың бәрі осымен кетсін. Сосын 2 мен 3 бағаларымен кетіп қалсыншы. Айтпақшы, апайын бүгін күнке болмай жүрген байқадың ба? Иә. Бүгін қар жауатындай секілді, иә? Иә. Жантөре, байқайсың ба? Осы кабинет әрдайым қараңғы болып тұрады. Соқсқа? Тексеріп көру керек. Бірақ... Иә, балалар, мұнда не жоғалттыңдар? Бұл жерге кіруге болмайтын білмейсіңдер ме? Иә, Жантөре, айттым ғой бұл кабинетке кіруге болмайды деп. Жүр. Сау болыңыз, ағай. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. 3, 2, 1, бум! Ес, шүктелді. Алдарыңызда отырған кейіпкер сайттардың басты жауы Сағындық. Ол тәуліктер 24 сағаттың 16 сағатын телефондарына жұмсайды. Так, енді келесі сайтты. Сағындық, сен неғып отырсың? Сабаққа дайындалып отырмын. Сен қазір сабақта болуың керек емес пе? Әлде тағы сабаққа бармадың ба? Жоқ, бардым мама. Бірақ сабақ ерте бітіп қалды. Сағат 10-да сабақ бітіп қалады ма? Қазір апайыңмен хабарласып білем. Әрине, сұрай беріңіз, анашым. Жазира апай, сәлеметсіз ба? Мен Ережепов Сағындықтың анасымын ғой. Сәлеметсіз бе, Арда ханым? Иә, таныдым. Бүгін Сағындық сабаққа барды ма? Иә, келді. Бірақ мектепте форум басталып, баларды ерте қайтарып едік. Жақсы. Жалпы Сағындықтың үлгерімі қалай? Балаңыз ба? Балаңыз өте жақсы оқиды. Тәртібі де жақсы.
Менің сізге кеңесім, балаңыздың мазасын ала бермей, оған көп еркіндік бергеніңіз дұрыс ау. Жақсы, Жазира апай, рахмет, айтқаныңызды ескерем. Рахмет, сау болыңыз. Жарайсың, балам. Мен сізге өтірік айтпаймын ғой. Мен саған кедергі етпейін, сабағыңды оқи ғой, балам. Жаным менің. Ренжіме, жарай ма? Жақсы. Әрең құтылдым ау. Так, енді келесі сайтты. Туф, мектепке бара беріп те шаршадым. Сен мектеппен емес, сабақ оқып шаршаған шығарсың. Көліктен неге жылап кетті? Байқадың ба? Бағдаршам істемей қалған. Содан екен ғой. Тоқташы, бағдаршам неге істемей қалған екен? Мен оны қайдан білейін? Енді телефонды өшірейінде жатқан кезде Диас бақылды. Дарс етіп сындырып алды ғой. Мәс саған дедім ғой шынымен. Ұстаған жеріміз осы деп. Бәсе, ненің даусы десем? Бірақ уайымдама, мамам еш нәрсе байқаған жоқ. Керісінше қуанып қалды. Интернеттен зор құлаққап тапсырыс бердім. Күшті екен, қанша алдыңыз? Қазір көрсетем, бағасын өзім табасың. Жақсы, онда тезірек кеттік. Түсінбедім. Құлаққап қайда? Мүмкін әлі келмеген шығар. Қайдағы? Тәртен ғана маған тауар келді деген хабарлама келіп тұрған. Немене? Наушник келмеген бекен? Маны қара. Сіз тауарыңызды алып қойдыңыз деген хабарлама келіп тұр. Сонда сенің тауарыңды басқа біреу әкетіп қалған ба? Солай да болуы мүмкін. Бірақ кім? Интернет машиналар емес пе екен? Мошенниктер десей, бірақ оларға... О, Жасмин! Сабақ уақыты біткен жоқ па? Сен әлі отырсың ба? Уақытты қоя бер, маған формула қызық болып тұр. Себебі келесі жылдан бастап химия деген пәнді өтеміз. Бәсе, неге мұны түсінбей тұрмын десем, физиканы келесі жылы өтеді екенбіз ғой. Қолдағы гүлді не үшін көтеріп жүрсің? Бағанағы сынған гүлдің орнына әкелгенмін ғой, апай біле қалмай тұрғанда. Биология пәніндегі ма? Я, сол. Не бөлтірсің сен? Сендер не істеп жатсыңдар? Кешіріңіз ағай, мен... Мына формуланы кім жазды Асқа? Білмеймін ағай, мен сыныпқа келгенде дәл осылай тұрды. Сол үшін дәптеріме жазып алдым. Берші қан. Дұрыс па ағай? Қате. Дұрыс емес. Келесте есіңде болсын. Біреудің формуласын жаза бермеңдер. Мені ұста. Кешіріңіз. Орындарыңа отырыңдар. Азыр сен сурет салмайсың ба? Қазір осы ойынды көріп алайын. Бірінші сенің ойын емес. Үйірмей бітіп қалады ғой. Мен сендерге кедер жасап жатқан жоқпын ғой, сала берсеңдерші. Тым болмаса қандай сурет салсақ болады, соны айтшы. Футболистерді салсаңдар. Бағдаршам салайықтан. О, давай, өтіндегі істемей қалған бағдаршам салайықта. Әдемі ғой, әдемі. Сендерге емес, Асхат әдемі гол салды да. Сендер сала беріңдер. Жаңағы бағдаршам ба, светофор ма, не өз? Байқадыңдар ма? Жарыс кетінгендей болу ғой. Ей,
Ей, мынау интернет істемей қалды деген несі? Қаланың ортасында тұрамын ғой. Бағдаршамда үстес болады ғой, а? Sağ ol. Sağ ol. О, Жасмин, сәлем. Сәлем. Не ойнап жатсың? Ки, саған ойнайын ба? Маған да күй тартып берші. Жарайды қазір. Болды. Тамаша. Әрдайым ауылға барғанда атамды дәл осылай күй ойнап беретін. Бірақ қазір ойнап бере алмайды. Мәңгілікке. Күнілді түсірме. Қарашы, естісіне бұл күйді мен саған күн сайын ойнап беремін. Немесе мен саған үйретейін ба? Рас па? Үйрете аласың ба? Әрине, әжем айтпақшы, адам істегенді адам істейді. Рахмет. Қашан бастаймыз? Егер кешке дейін уақыт болса, тоқташы, біз бұл жерге 12-де келген едік қой. Я, ал қазір 12-ден 15 өтіп тұр. Неге уақытқа де көрсетіліп тұр? Мүмкін ол сағат жарамай қалған шығар, қазір көрем. Білмеймін. Шынымен де 12-ден 15 минут өтті. Мүмкін емес, біз осы жерде 2-3 сағат отырдық қой. Қазір. Расымен де 12-ден 15. Әлде 15 минутымыз 2 сағаттай өтті ма? Мүмкін. Үш, екі... Қалайша интернет істемей қалады? 1 секунд күте алмады ма? Аға, сізге не болды? Даусыңыз бізге қатты естіліп жатыр ғой. Ештеме болмады, қарындасым. Аға, сізге хабарласып жатыр. Кім? Мама ма? Білмеймін, алло десеңізші. Алло? Сағым, не істеген? Файлға дөше жөнегенсің бе? Аға, интернет істемей қалды. Бірақ уайымдамаңыз, кешке дейін түзеймін. Сағат 12-ден енді асыпты ғой. Кешке дейін файлдарды жіберемін. Қайда 12? Сағат 3 болды ғой ұйқылас. Бәрін жіберетін болса 3 сағаттың. Түсіндім аға, түсіндім. 3 сағат уақыт бар. Қайда қош? Сағат енді 12 болды. Өздерің ойлаңдаршы, таңертеңнен түске дейін сабақ оқимын. Ал түстен кешке дейін сурет сала үйірмесінде боламын. Енді нені ойланымыз керек? Менің бос уақытым жоқ. Әрдайым осылай болады. Әділеттілік қайда? Бос уақыт деген осы емес пе? Сүйікті сынмен айналысасың, сурет саласың. Ой, осы сурет салуда ағам естіп алған соң, қоян суретін салып берші деп қоймайды. Сап бере салмайсың ба? Алло, Айлин, қалайсың? Сағат неше болды, айтып бересің ба? Жақсымын, сағат дейсің бе? 12-де 15 кетті. Қанша? Әлі 12 ма? Қайдағы? Сағат 4 болып қойған шығар? Мүмкін емес. Айлин, біздің ауылға келе аласың ба? Я, жақсы. Бағана сағат 12 еді ғой, сонда сағат әлі 12 болып тұр ма? Уақыт деген сондай.
қызық екен. Адамдар қозғалуда. Ал уақыт тоқтап жатыр. Көшедегі адамдардан сұрадыңдар ма? Сенесің бе? Ешқандай адам мән бермейді. Барлығына бәрібір. Саған ше, қаншаны көрсетіп тұр? Кішкентайы 12-де, үлкені істе тұр. 12-ден 15 кетті. Яғни, олардың бәрінде жұмыс бар. Міне, сол үшін олар мән бермеген. Уақыт расымен де тоқтап қалған ба? Егер уақыт тоқтап қалса, біз өмір бойы кішкентай болып қаламыз ба? Әкем маған үлкен болсаң машина алып берем деген. Енді маған машина алып бермейді ма? Достар, қорықпаңдар. Менде жоспар бар. Қандай? Қандай? Интернет істемей қалған соң, сағат тоқтап қалған ба? Сонда сағат интернетке бағына ма? Мүмкін емес. Қалайша барлық жерде сағат тоқтап қалады? Бұл жерде басқа нәрсе жатыр. Иә, Айлен де осылай ойлап жасмендерге кетті. Оларда да сағат тоқтап қалыпты. Сағат тоқтады. Интернет істемей қалды. Интернеттің кесірінен кейін сайттағы жұмысымды істей үлгермедім. Ал мен футбол ойынын көре үлгермедім. Сол күйі нешеден неше екенін біле алмадым. Сағат тоқтаса, Абай ата үйіне бару керек. Жүртады, кеттік. Жасмин, сағат қарап тұрғанымызға ұзақ болды ғой. Бар жоспардың осы ма? Күте тұрайық, мүмкін өзгеріп қалар. О, бәрілер жинап қапсыңдар ғой. Қандай ойын ойнайық? Не көріп жатсыңдар? Біздің сағатымыз тоқтап қалды. Қайдағы? Сағат 4 болды ғой? Немене? Сен сағаты неге дұрыс істеп тұр? Білмеймін. Түсінбедім. Осындағы барлық жерде қарағанымызда уақыт тоқтап қалған еді ғой. Мойында, сен сағаты неге дұрыс істеп тұр? Неге біздің сағат істемейді? Мұның күнәсі жоқ қой, ақымақ. Менің қатысым жоқ. Ол Абай атаның сағатының әсерінен шығар. Абай атаның сағаты? Расымен Абай атаны танисың ба? Абай атаның үйі осы. Біз бұл жерге не үшін келдік? Бірнеше жыл бұрын қаламызда дәл осылай уақыт тоқтаған. Және де ол уақытта осы үйдегі Абай атаның сағаты тоқтатқан. Сен бұны қайдан білесің? Журналдан оқыдым. Мынаны қараңдар, уақыт істеді. Уақыт өз орнына келді. Шынымен де істеп жатыр. Ал енді маған сұрақтардың бар ма? Бар. Абай атаның сағаты қайда? Осы жерге көркімізді шешейік. Жасмин, сен сонда уақытты тоқтатқан осы сағат деп ойлайсың ба? Сенбесіңдер, журналды көрсем. Ол Абай атаның сүйікті сағаты еді. Абай ата деген кім өзі? Біздің көшеде Абай деген сағат жөнетін ата өмір сүрді. Абай ата бұл үйде жалғыз өзі тұратын еді. Үйге әрдайым қамқор болатын.
неше түрлі оқиға айтатын. Абай ата күні мен түнін бұзылған сағаттарды жөндеумен өткізетін. Абай ата кез келген сағатта тілін білетін еді. Ассалаумағалейкум ата. Ой, Сұлтанжан, оғалейкум ассалам. Келіңдер, төрлетіңдер. Ата, сізде бір ерекше сағат бар деп естідім. Сол рас па? Рас? Сіз сол жайлы мәлімет айтып бере аласыз ба? Тыңдадым десе айтып берейін балам. Осыдан 5 жыл бұрын менің шәкіртім музейден сағат алып келген, істемейтін. Соны бірге жөндедік. Ол сағат сөйтсем ерекшелігі бар екен. Оны шәкіртім бәр мағлұматтарды өзі біліп, әлемнің уақытын тоқтатқысы келіп жүр екен. Сол сағаттың ерекшелігімен. Содан мен ол сағатты тығып қойдым, шәкіртіме жоғалтып алдым деп айттым. Ата, сол сағат әлі бар ма? Бар ол сағат. Бір күні Абай атам маған өз қолмен жасаған сүйікті сағатын көрсетті. Бұл сағат қоғамға үлкен пайда әкеледі деген болатын. Қоғамға пайда әкелемін деген арманы бар Абай ата. Бізді тастап келместің кемесіне мініп кетті. Өте өкінішті. Мен Абай ата туралы бірінші рет естіп тұрмын. Қазір өкінетін уақыт емес. Уақыттың шешімін табу керек. Абай ата өз қолмен істеген сағат осы. Мына сағат істеп тұрған жоқ қой? Неге істемей тұр? Қане? Ақымақ түсіндірдің ғой. Әрине істемейді, егер бұның батарейкасы болмаса. Қалашы жоқ, бар еді. Шынымен де жоқ. Бірақ мен көрейін, бар еді ғой. Яғни бір ұрлап кеткен ғой. Қой енді батарейканы ұрламайтын шығар. Сендер түсінбей тұрсыңдар ма? Бұл жай ғана батарейка емес. Бұл уақыт тоқтататын сағаттың батарейкасы. Бұл сағат уақытты тоқтатады ма? Иә, күмәндарым болмасын. Осыдан бірнеше жыл бұрын қаламызда ерекше жайт болған. Барлық аудандарда уақыт тоқтат қалған. Нәтижесінде уақытты тоқтатқан осы үйдегі сағат болып шыққан. Сен оны қайдан білесің? Интернетмен ең жақын досым. Ал бүгін сол жағдай қайталанды. Мен қателестім. Уақытты тоқтатқан бұл сағат емес, оның бір бөлігі, яғни қуаттағышы немесе батарейкасы. Айтып тұрма ғой, оны біреу ұрлап кеткен. Менің ойымша, бұл үйге ұрлықшы мүлдем келмеген секілді. Біз өзі не іздеп жүрміз? Батарейканы ма, ұрлықшыны ма? Ең бастысы біреуін тауып алсақ, екіншісі өз табылады ғой. Таптым! Батарейканы ма? Көркемнің қалтасында банан бар екен ғой. Қазір босқа уақыт жоғалтып жүрміз. Одан да үйлерімізге қайта салайықшы. Мүмкін. Бүгін тоқтатқан уақытты ертең тоқтатпайтынына кім кепіл? Ал егер ертеңде уақыт тоқтайтын болса, уақыт заңдылығы бұзылады ғой? Маған бәрібір. Ең басты қазір уақыт істеп тұр. Оның үстіне мен біреудің тапсырмасын орындау керекпін. Сағындық дұрыс айтып тұрған шығар. Есесіне Абай ата кім екенін білдім. Балалар, уақыт бұл ең жойқын құбылыс. Әлемдегі бүкіл күш уақыттың күшіне қарсы келе алмаған. Себебі уақыттың қатал заңы мен темірдей тәртібі бар. Ағай,
Егер уақыт тоқтап қалса ше? Жоқ, уақыт тоқтап қалу мүмкін емес. Егер уақыт тоқтайтын болса, жер бетіндегі бүкіл тіршілік тоқтайды. Мынандай қарапайым теория бар. Қыз қайда еді? Жасмин, мен кабинетіме барып, көк файлды алып келші. Қарапайым теория, қараңдар. Жер планетасы өз деңгейінен айналып жатқан кезде технологтар мен ғалымдар мезгілдік уақыт өлшеумен айналысқан және өздерінің негізгі астрономиялық зерттеу нысаны болған. Мысалы үшін Астана қаласы мен келдің ба? Окей. Орынға отыра қой. Не жайлы айтып жатыр едік? Астана мен уақыт. Иә. Астана қаласы уақыт Астана қаласына оң әсерін тигізіп жатыр. Себебі біздің қаламыз уақыт өткен сайын дамып, көркейіп келе жатыр. Түсінікті ғой? Иә. Келесі тақырыпты ашыңдар. Жер ғаламшары және уақыттың жер ғаламшарына тигізетін пайдасы. Көп рахмет, қанасым. Енді маған мультфильм қосып беріңізші. Маған не болды? Адина, болды, су керек емес. Қалай керек емес? Сіз маған су әкелдіңіз ғой. Мен саған 1 стакан су әкелдім, 2 стакан емес. Мен сізге 1 стакан әкеліп тұрмын. Адина, болды, баршы, керек емес. Аға, не соңыз? Мен саған жаңаған айттым ғой, су керек емес деп. Қашан айттыңыз? Сіз маған су әкелдіңіз ғой. Я айттым, бірақ сен суды әкеліп қойдың ғой. Түсінбедім. Енді маған мультфильм қосып бересіз бе? Келген соң қосып беремін. Мен саған папа дедім, мен жақсы папа. Жоқ, анасын жақсы. Қандай дәлелің бар ал? Таңертең маған анасы 1000 теңге берді. Қақа, ал папа маған 2000 теңге берді. Есесіне анасың бізге көп дәмді тамақ жасайды. Күнде тамақты жейміз ғой. Ал папаның машинасы бар, машинамен барлық жерге барамыз. Есесіне анасы әдемі. Ура, сен соны папаны әдемі емес деген келіп тұрма? Мен сен папаға айтып берем, осыдан қара да тұр. Байқадың ба? Бағдышан тағы да істемей қалыпты. Я, байқадым. Сен бізді бұл жерге не үшін шақырдың? Отырыңдар, айтамын. Мен сендерге бір затты ескертуім керек. Қандай? Айтсам сенбейсіңдер. Мен Асқар ағайдың кабинетінен
уақытты тоқтататын формула мен уақытты тоқтататын сағаттың фотосын тауып алдым. Сонымен не айтқың келіп тұр? Өздерің ойласаңдаршы. Асқар ағайға формула мен фото не үшін керек? Түсінбедім. Және де сол фотодағы сағатты мен қайдан көргенімді білесіңдер ме? Жұмбақтамай, тез айтшы. Мен дәл сол фотодағы сағатты Абай атаның үйінде көрдім. Қандай сағат? Сары сағат. Сендердің мына образдарын маған ұнамайды. Қысқасы, былай. Т дегеніміз уақыттың белгісі. Кімде-кім уақытты тоқтатар болса, Т өзінің қасындағы объектілеріне кері әсерін береді. Мысалыға, осы сағат арқылы уақыт тоқтатар болсақ, оның арты өте үлкен жамандық қалып келуі мүмкін. Егер адам бір іс әрекетті қайталай берсе ше? Ол дегеніміз үлкен жамандықтың бір белгісі. Егер уақыт тоқтап қалса, адам қалай бір іс әрекетті қайталай береді? Сол үшін емес. Сол үшін емес. Сол үшін емес. Бұл дегеніміз уақытқа қастандық жасалған. Ал уақыт өзінің кері әсерін бізге тигізіп жатыр. Яғни адамдар уақыт қақпанына түскен. Уақыт қақпаны? Мен білемін оны. Адамның миы бір мерзім ішіндегі іс әрекетті қайталай береді. Менде сұрақ бар. Уақыт қақпанына түскен адам бұл іс әрекетті қашанға дейін қайталай береді? Белгісіз. Бірақ уақыт өз орнына келгенше. Уақыт тоқтамаса, қаладағы бүкіл адам уақыт қақпанына түсіп қала ма? Я. Бұдан да асқан жамандықтар болады. Менде сұрақ бар. Сөйтті жаға берсек бола ма? Мен сұрақ бар. Я, айта бер. Уақытты өз қалпына келтіре аламыз ба? Сиқырды сиқыр жеңгендей, уақытты уақыт жеңеді. Дұрыс айтасың. Уақытты осы сағат арқылы өз қалпына келтіре аламыз. Абай атаның үйіне барамыз ба? Менің ойымша, бұл жаман идея. Абай атаның сағатынан пайда болмаса ше? Қорықпа. Одан бөлек Абай атаның 45 сағаты бар ғой. Қашан жиналамыз? Түстен кейін. Ал Жантөре мен Айленге кім хабарласады? Қорықпаңдар. Жантөре мен Айленге өзім айтатын боламын. Сендер жай ғана уақытында жиналыңдар. Жантөре, қалайсың? Ертең түстен кейін Абай атаның үйінде жиналамыз. Айленді де ертеген. Кешікпеңдер. Жарайды, Жасмин. Ертең Айленге өзім ескертемін. Ағай? Ағай, сіз мұнда? Тыныш жүрмейтін балдар-ай. Ақыры келсіңдер, келіңдер отырыңдар.
батарейканы ұрлаған, уақытты тоқтатқан менмін. А бұл жай ғана эксперимент. Нағыз уақыттың тоқтауы енді болады. Қазір мына құрылғыны қосатын болсам, бүкіл қаладағы уақыт барлығы тоқтайды. Мен өз дегеніме жетемін. Ал сендер жай үйлеріңе қайтасыңдар. Ағай, сіз айтып едіңіз ғой, уақыттың тоқтауы оның арты өте жаман болады деп. Білесің ба? Кейде өзіңнің мақсатыңа жетуің үшін жамандықты да таңдау керек. Басқа адамдарға зиян тиеді ғой? Маған қызық емес. Мен өзімдікіне жетсем болды. Және жетіп тұрмын. Ал біз оған жол бермейміз. Жол бермейсің. Не істей аласың? Қолдарынан түк те келмейді. Өйткені сендер уақытқа қарсы шыға алмайсыңдар. Диас, батарейканы алып келші. Диас? Сендер әлемді құтқарамын, уақытты өз қалпына келтірейін деп жүрген кезде араларыңда сатқын бар екен білген жоқсыңдар. Мен ағамның мақсатына жетуіне көмектесуім керек. Ағам? Бұл сонда сенің братаның ба не? Енді уақытпен қош айтыса беріңдер. Енді әкемізді қайтарып аламыз ғой, я? Диас, бұл мүмкін емес қой. Бұл өмірден кеткен адамды кері қайтара алмайсың. Ол тағдыр заңына қайшы әрекет. Сенің ақылды досың дұрыс айтып отыр. Әкеңді қайтара алмаймыз. Қалайша, сіз қайтарамыз деп уәде бердіңіз ғой. Диас, мен сені жай ғана пайдаландым. Маған мынау ғана керек болды. Уақыт менікі болатын болса, бүкіл әлем менікі. Түсінесің? Ақымақ! Ей! Барлықтарыңның көздеріңді құртам, түсіндіңдер ме? Мен ойламаймын. Бәрі бітті. Біз жамандыққа жол бермейміз. Достар, кешіріңдерші мені. Кешірім ретінде сендерге торт алдым. О, торт ба? Давай, кешірдік. Жоқ, әлі кешірмедік. Диас, сен бізді сатып кеттің. Ал сатқындық дегенін? Достар, түсініңдерші мені. Мен бұл іс-әрекетке әкемді қайтарып алу үшін бардым. Болды, келдім. Диас, егер мұна формуланы дұрыс шығаратын болсақ, негізгі концепция дайын болады. Бізге тек батарейканы қосып алған. Батарейканы кесем болды ғой, я? Сосын әкемізді тірітіп аламыз ба? Әрине, інім. Батарейканы алып кесең болды. Өзің ойлап қарашы, біз уақытты басқара алатын болсақ, өткен шаққа барып кез келген нәрсені, кез келген затты, кез келген адамды алып келе аламыз. Істейсің ба? Я! Сен күнделік кезі сыртқа кіріп, менің бағанды көріп бере аласың ба? Өтініш. Ой, бұл сайтқа кіру нағыз азап қой. Жарайды, ертең біліп берем. Ұмытып кетпе. Сұлтан, сен маған Абай ата кім, үй қай жерде, немен айналысады деген сұрақтарға жауап бересің. Бірақ бұл мүмкін емес екен. Оны бізге айтуын керек еді ғой. Егер айтатын болсам, сендер қарсы болып, жоспарым орындалмай қаламы деп уайымдадым.
Жас. Достар, болды қойсаңдаршы. Жаз өз кінәсін түсінді емес па? Оның басқа амалы болмады ғой. Ал кінәлі адам ұсталды. Уақытта өз орнына келді. Мен келісемін. Жарайды, кешірдік. Керемет, қылмыскерді ұстады, Диасты кешірдік. Енді торт жейміз ба? Әрине қазір. Абай атамның жасап кеткен сары сағаты мәңгілік есте қалатын болды ғой. Не нағыз шеберлік. Әжем айтпақшы, адамның өзі емес, ісі мәңгі өмір сүреді. Осы жағдайды Абай атам өз көзімен көрсе ғой. Егер мен журналист болатын болсам, міндетті түрде Абай ата жайлы жоба түсіретін боламын. Диас, сен маған берген уәдең ұмытпадың ба? Әрине ұмытпадым. Мен саған домбыраның қыр-сырын үйретемін. Рахмет. Сұлтан, кеттік. 3, 2, 1, ес! Бум! Барлық жүктелді. Аха, не соңыз? Рахмет қарындасым. Асқар ағай туралы фото-видеоны интернетке жүктеп қойдым. Енді бүкіл адам кешегі болған оқиғаны білетін болады. Молодец! Супер! Мәссаған, жарайсың досым. Ағайдың өзіне сол керек. Жақсы болды. Аға, не соңыз? Мен саған су әкел деген жоқпын ғой? Аға, сен маған су әкелдіңіз ғой? Сен жаңағына су әкеліп қойдың ғой? Жоқ, мен суды бірінші рет әкеліп тұрмын. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Менің атым Идрисова Айлин. Мен 8 жастам. Мен Астана қаласында тұрамын. Мен 7-ші мектепте оқимын. 3-ші В сыныпта. Актриса болғым келіп тұр. Маған Жантөрен анасы көмектескен. Өзімнің анам. Маған көмектескен менің анам және әкем және ағам. И отбасынан барлығы. Көп рахмет. Маған поддержка істеп жүргенге. Мен оларға алғыс тілеп, ауырмай бақытты болып жүрін. Сау болыңдар. Мен Жантөрем, жасым 7-де. Мен киноға түсем, актер болғым келеді. Маған
әкем мен анасым көмектескен. Мен сіздерді жақсы көрем. Пока-пока. Менің аты жөнім Мұхамедия Іңкар Өркен қызы. 8 жастамын. Кішкентай бұзықтар, жаңа жылдық ғажайып оқиға, уақыттың тоқтауы. Мен анама және сіздерге рахмет айтқан келеді. Мен Ережеп Сағындық, нөмір 3-ші Қосшы мектебінде оқимын. Ең алғашында білмедім, анам сіздерді инстаграмнан көріп қалып, сосын сол жаққа мені апарғысы келді. Сосын мен оған келістім да, келдім. Басында фельдшер болам дегем. Егер өнер жолы егер әрі қарай дамып жатса, сол өнер жолын қуалап кетем. Ең біріншіден мен әжеме алғыс айтқым келеді. Мені кішкентайынан бастап өз қолында өсірді, ешкімнен кем қылдырмады. Жыласам да, не істесем де ешқашан ұрыспай, әрқашан көңілді болып, мені жұбатып жүретін. Екіншіден анама рахмет. Қалада жүрсе де, мен не сұраймын, соны әрқашан әкеп беретін. Ешқашан ешкімнен қысылмайтынмын. Сол әкеме, атама, барлық туыстарыма рахмет айтамын. Осылай мені өсіргендеріне, осындай жетістіктерге жеткізгеніне барша шын жүректен рахмет айтамын. Менің атым Біржан Ақжол. Мен 11-демін және мен 18-ші мектепте оқимын. Ең қызықты біз деген ескі үйде болғанымыз, ысып, кәдімгідей терлеп, ұзақ жасап, сол ең қызықты жер болды маған. Мен кинодан үйренгенім, ол мысалы киноға түсіп жатқанда ешқашан камераға қарамау және микрофонға дұрыстап сөйлеу, мәнерлеп сөйлеп, анықты болып, айтып, жауапкершілік дегенде үйрендім. Менің болашағым, білмеймін, актер болатын шығар менді деп ойлап отырмын. Маған поддержка берген анам мен әкем және олар маған көмектесті және олар мені жаттатқызды. Оларға көп рахмет айтамын, өйткені олар тырысып, маған жаттаттырып, өзі білсін деп қай жерде қай айтуын, соны мәнерлеп айтуын айтты. Құрметті көрермендер, сау болыңдар. Менің атым Диас, мен 10 жастамын. Мен 5-ші сыныпта оқимын, 5-ші А сыныпта оқимын. Және де мен сурет салуға, домбыраға, актерлік шеберлікке барамын. Актер болғым келеді. Және де әртүрлі күшті фильмдерде түсіргім келеді. Құрметті көрермендер, мен білемін, мен крашпын, маған хабарласаңыз. Мен алғыс беремін режиссерға, звукорежиссерға, видеорежиссер, операторға, Жантөреге, Сағындыққа, Ақжолға, Жасминге, тағы да Айлинге, Інжуге, барлықтарға менімен кім кинода түсті. Сау болыңыздар. Менің атым Жаппар Нұрасыл. Астанада туылғанмын. Номер 64-ші мектеп лицейінің 3-ші А сынып оқушысымын. Кітап оқимын, егер скучно болса маған. Диасқа бір Абайдың 45 сағаты бар деген сөз ұнады маған. Маған көмектескен әкем, анам, Диас. Мен кинода үйренгенім мимика, эмоция. Сау болыңыздар. Менің аты жөнім Әбдікаликова Жасмина Тачтиновна. Толығымен айтқанда, бүкіл жер интересно болды, потому что мектепте түсірдік. И то бүкіл жерде ескі үй, сондай
күшті болды, маған ұнады, бүкіл жері интересно. Кино негізінде қайта-қайта, мысалы, бір нәрсені дұрыс айта алмасаң, сол нәрсені қайталап дубль жасайды. Және де көбісі ойлайды, то, что бір күннен соң, мысалы, шашы басқаша болып кетсе, онда ол сразу басқаша қылып тастайды деп, бірақ негізі ондай емес. Мысалы, біз бір кадрды 2 күн бойы түсіруіміз мүмкін, сол үшін біздің шашымыз өзгеріп кетуі мүмкін. Ал енді қиыншылықтары ол өте көп болды, себебі қайта-қайта бір дубльді қайталадық. Мектепте түсірген эпизодтардың бәрінде шулап, солай тынышталмай кетті, солай.